Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров мемлекет басшысының атынан қазақстандық парламентаризмнің қалыптасуы мен дамуына елеулі үлес қосқан азаматтарға Қазақстан Республикасы парламентіне 30 жыл мерейтойлық медалін табыстады. Марапат иелерінің қатарында әр жылдары парламентте депутаттық қызмет атқарған азаматтар, облыстық мәслихат депутаттары, сондай-ақ мемлекеттік қызметте еңбек етіп, елдің заңнамалық және мемлекеттік институттарының дамуына үлес қосқан тұлғалар бар. Марапаттау рәсімінде облыс әкімі Нұралхан Көшеров заң үстемдігінің маңызына тоқталып, марапат иелерін құттықтады. Еліміздің құқықтық негізін қалыптастыруға бағытталған 3,5 мыңға жуық заң қабылданды. Олардың қатарында экономикалық және қаржылық саясат, әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау, білім беру, мемлекеттік басқару, цифрландыру және басқа да маңызды салаларды реттейтін заңдар бар. Сонымен қатар Қазақстанның халықаралық ынтымақтастығын, құқықтық тұрғыдан қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 1400-ден астам халықаралық шарт ратификацияланды. Құрметті марапат иелері, бүгінгі табысталатын мерекелі медаль сіздердің еңбектеріңізге берілген баға. Бұл өз ісін адалдықпен халықтың сенімін ақтау үлкен жауапкершіліктің белгісі деп білемін. Елге қызмет ету әрқашанда абыройлы міндет. Баршаңызды осы Қазақстан Республикасының парламентінің 30 жылдығына арналған мерекелі медальдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Ел игілігінің жолында қызметті аянбай ете беріңіздер. Халықтың алғысына бөленіп жүре беріңіздер.